Мен. Қандай ақша? Мен ақшам қайда? Қолында Пандораң қайда? Ой, Пандора сен маған махрға беру обязан болған. Қайда әкел, мен саған ничего не обязан, мен сенімен ажырасып Сен мен ақшамды әкел, мен саған Пандораны беремін. Сен маған бер, мен саған Пандораны беремін. Пандораны беремін сен маған. Дәл қазір осы отырған күйімде мен көзіме жас алып отырмын. Қасымда ешкім жоқ, өз-өзіме отырмын. Қатты көзіме жас алып отырмын. Просто настолько мен жасым 29-ға почти вот келіп қалды. И соның өзінде де я до сих пор не умею выбирать мужчин. Это моя вот большая ошибка. Это минус мой, то, что я не умею выбирать мужчин. Я вот вроде бы разбираюсь в людях, да, но именно еркектерге келгенде мен ол таңдаумен қателесем. Всегда сол сөздеріне сеніп қалам, сол маскасына сеніп қалам. Потом бір уақыт өткеннен кейін, маска шешілгеннен кейін кінәлі кім? Негізінде өзім кінәлімін. Соның барлығы ең басында соның барлығы негізінде анық болып көрінген дүние да. Негізінде қазір мойындау керек. Өз-өзіме мойындаймын. То, что адам негізінде сол кезде адамның шынайы бір бейнесі дей ма көрінген болатын. Просто өзім көз жұмып құрсыншы. Ну ладно, может как бы получится его принять сондай деп ойладым, да. Көрейінші, там всегда я плохая, может быть шынымен де дело во мне. Ну-ка я попробую типа не замечать. Ішуге келдім. Шай пісіп кеткен екен. Да, так что андай бар ғой, екі ортада бір әңгіме таситындар, который Айзаға қатысты ма деп жатқан. Негізі бұл сторисіне Айзаға қатысы жоқ, потому что мен ана жерде салдым, что мен өзімнен жақын адамдарынан басқа адамдардың проблемасын естігім келмейді деген. И вот Айза негізі маған жақын адам, Айзаның проблемасын естіп жүргенім, сол бұның көріп те жүрміз, біз уже үйреніп те қалғанбыз. Ой, бопты, я бүгін татуласып қанша күн жүреді екен, уже үйреніп қалдық біз деген. Так что білмеймін да, әйтеуір түр десе түр бар, бой десе бой бар. Өз кезегінде возможности болды менде. Асықпай отырып көп қараның арасынан бір таза таңдап алатын да. Мен білмеймін, қай сор келіп басыма ауырып, или бір байдан шыққан кезде сана болатын шығар деп алған күйде, білмеймін. Горбатова только гроб исправить ма, қалай дейді. Много сейчас мне пишут девочек. Как ты могла простить? Какая ты такая нехорошая? Ты такая плохая, сама его обсирала, сама его простила, еще попросила прощения у него. Да, девочки, я вот такая. Да, представляете, я такая единственная на всей планете, которая прощает своего мужа, оказывается, после вот таких вот скандалов. Только я одна такая, оказывается. Остальные все прям, у всех все идеально, у всех все чики-пуки. Почему? Не нужно меня так осуждать за мои действия. Не осуждайте меня за то, что я хочу быть счастливой, и за то, что я хочу счастливую семью. Не нужно меня за это осуждать. Понимаете? У всех есть свои скелеты в шкафу, у всех есть семейные какие-то недопонимания с мужьями и женами. Ну и что? Вот что? Главное, чтобы обе стороны осознали свои ошибки.